Көп мүшені бір мүшеге көбейту. Көбейтіндіні көп мүше түрінде жаз деді. 5х көбейту x қосу y квадрат минус 5. 5х-ті бүкіл өрнекке, яғни x қосу y квадрат минус 5-ке көбейту керек. Негізінен кез келген нәрсені бүкіл бір өрнекке көбейткенде, сен тек қана тарату әдісін қолдануың керек. Яғни өрнектің әр біріне көбейтесің мына 5х-ті. Сонымен мына 5х-ті әрбір өрнекке санға таратайық. Ең бірінші 5х-ті x-ке көбейтуден бастаймыз. Біз оны жазаламыз. 5х көбейту деп, мына жерге былай жазып қояйық. 5х-ті әрбіріне көбейтеміз деп, x-қа, y квадратқа және минус 5-ке деп. Енді жаза берейік. 5х көбейту x дейміз. Қосу деп жазып қояйық, себебі әрбір өрнектерді біз қосу арқылы деп түсінуіміз керек. Ал минус болып кететіні оны сосын көрсетем. Плюс дейміз. Енді келесі санды қараймыз. Мына 5х-ті келесі y квадратқа көбейтуіміз керек. 5х көбейту y квадрат дейміз. Енді қосу деп тағы да жазып қоямыз. Үшінші санға көбейтуіміз керек. 5х дейміз. 5х көбейту минус 5 деп жазып қоямыз. Енді бұның барлығының мәні нешеге тең болады? Мұндай жай ғана 5-ке келесі x-ның алдында тұрған санды көбейтеміз. Бұл жерде 1 бар деп есептеймін. Ештеңке жоқ болса 1 деген бар деген есептейміз. 5-ке 1-ді көбейтсем 5, x-қа x-ті көбейтсем, негіздері 1-дей, дәрежелері 1 мен 1, дәрежелерін ғана қоса саламыз. Сонда x-тің 2 дәрежесі, себебі 1-1-ден. Енді мына жерге қосу деп жазып қоямыз, себебі 5-ке 1-ді көбейтсем, жай ғана 5-тің өзі шығады. Міне, екінші түсті алып, 5-ке 1-ді көбейтемін, 1 бар деп есептеймін, 5 деп жазып қоямын. Ал келесі x пен y негіздері бірдей емес, біреу x, екіншісі y, сол үшін қалай тұр, тура солай көшіріп жазамын. x, y квадрат деймін. Арасында көбейту бар екенін ұмытпаймыз. Ең соңғы өрнекке қарайық. Бізде 5x көбейту минус 5 дейді. Сонда қосу дейік. 5 көбейту минус 5, көбейту x деп шығарайық. Себебі көбейтінділердің орнын ауыстыра беруге болады. Мен де солай істейтін деп жатырмын. 5 көбейту минус 5-тен минус 25 болады. Сол үшін плюсты жазбайық. Минус 25 деп жазбайық. Және де x-ті тіркеп қоямыз. Себебі x-ке көбейтілетін нәрсе жоқ. Сонда жауабы 5x квадрат қосу 5x y квадрат минус 25x. Ары қарай ықшамдай алмаймыз, өйткені ұқсас мүшелер жоқ, x-тің дәрежелері бірдей емес, және кейбір жерде x пен y бір мүшеде тұр. Сонымен осылай біз бітірдік деп бұл есепті есептей аламыз.